жаңа розаға айтып отыр едім. Мына қазақтың талантты жазушысы Әкім ағамның жары Роза Мұқанова екеуміз бірге оқыдық. Қатар отырып барып сырласып отырдық. Осы бізді адайды қаттырақ көреді басқа қазақ. Бірақ білмеймін, мен көрген алдымдағыдай Әбіш ағам кірпігі қимылдаса көзінен жас аға беретін еді. Сол сырқат маған да жұққан. Босап кетпесем болар еді деп. Роза айтады, ол жан ғой деп. Босап кетіп жатса айып еттіңіздер. Осыдан 50 жыл бұрын Әбіш ағамның тұңғыш прозалық жинағы бір шөкім бұлт дүниеге келгенде қазақтың ұлы ойпаздарының бірі өзінің жаңағы бар айтқан сындас, замандас, сырлас досы Асқар Сүлеймен Әбіштің қоңыр даласы деген мақала жазып, сонда Әбіш прозасы дала поэзиясы деген баға берген. Соны ойлансам, бұл не қылған поэзия деп ойлансам, мен тұнау біздің дәуірімізге дейінгі Мүдек ағаның ұлық жырауының кім болғанын білмеймін. Бұдан бергі Алланың хамсысы атанған Еділ патшаның ұлық жырауы кім болғанын да таба алмай жүрмін. Бірақ одан бергі біздің түркі халқы бар боламыз ба, жоқ боламыз ба деп шығыстағы былғары бет орсақ түсті қиық көз дұшпаннан табанында қалып жоқ болып кетуін тәнтанай күйде тұрған кезінде біздің ұлық ағандар атқа мінді. Сол ұлық ағандардың жанындағы ұлық жыраулардың қасиетті сөздері тасқа сіңді. О заманнан кейін де мынау батыстан төнген қатерлі дұшпаннан бар мен жоқ болу қаупінде тұрғанда ұлы жыраулардың сыпыра жырау бастап тоғылғау айтып тоғызғанды түзеткен ұлы жыраулардың біздің мәңгілік рух отымыздың тамызығы болып өтетін біздің ұрпақтың ұлы жыраулар мұрасы дүниеге келген. Кешегі 20 ғасырдың аласатында да осы қасиетті сөз қайтадан тағына мінді. Міне Әбіш ағамның поэзиясы сол бүкіл күллі ұлт, ұлы халық, күллі түркінің қара шаңырағы болып отырған қазақ ұлтының тағдыры талайы таразының басында бүйтіп шайқалып тұрғанда қағазға, тасқа басылған қасиетті поэзия еді. Мен Әбіш ағаммен біраз сапарлас болдым, біраз сырластым. 94 жылға бірнеше осы өзінің сырларын айтты, аманатын айтты. 94 жылы бір сапарда келе жатқанымызда өкініштерін айтып еді. Үркер мен елең алаңның 3-ші томы Таң сары романы. Енді кірсейін деп жатқанымда мынандай болып кетіп үлгере алмай қалдым. Бүгінгі өмірдің курорт комедиясы деген роман жазып бастап айтыр едім, ол да аяқсыз қалды. Енді 7 томнан тұратын біз деген жаңа Мырзатай ағам өтініш қылған шығарма болса керек. Біз деген танымдық, тарихи еңбек жазудың арманым бар деді. Бірақ қорқам деді. Кімнен қорқасыз аға деп едім? Қазақтан қорқам деді. Сөйтіп ол шығармаларды жазылмай қалды. Сосын өткенде ол кісінің дүниеден өткеніне өтерінен 20 күн, 25 күн, 24 күн бұрын мына жерде қазақтың талантты ақын қызы, талантты ғалымы Жанат Әскербек қыз деген мен қарындасым отыр. Әбіш ағамның шығармалары жөнінде бір сұхбат алатын едім, жүрегімде ойламай жүр. Сіз мені алып барыңызшы дегесін алып бардым. Сол жерде сұхбат алды. Бұйырса, мына Әбіш әлемі журналының келесі нөміріне жарияланады. Ең соңғы сұхбат Әбіш ағамның көптеген сырларын айтты, қарық қылды. Сосын қоштасардың алдында Жанатқа қалжыңдадым. Осы сендерде найманшылап дейтін әңгіме бар ғой. Ағадан үйрену керек, біз адай қара шаңырақ кіші баламыз. Сондықтан бізде бір адайшылап көрейік, бір ағаммен кішкене әңгімелесейін сен былай. Жеңгеммен сөйлесе тұрдық. Әбіш ағам кабинетіне кіріп екеуміз жарты сағаттай сұхбаттастық. Жарты сағат па, бір сағат па сұхбаттастық.
айтқан аманатыменен өкінішін өксігін мен әзір айта да алмаймын деп қойын дәптерімде тұр. Уақыттың еншісінде. Енді ол кісі дүниеден өткенде жазған, одан кейін де жазған бірнеше шығарма жаздым, бірақ сол алғашқы кірпігімнен үзілмеген жаспен бірге шыққан көкірегімнің запыраны ілкі өлеңді оқып берейін жасына. Сондай-ақ мынау Әбіш әлемі журналын Әбіш ағамды мәңгілік есте қалдыру, ол кісінің бүкіл мұрапасы менен ұлағатын ұлттың ұрпақтың сүйегіне сіңіру мақсатында мынау жасалып отырған қызметтерге мұрындық болып отырған елімнің азаматтарына алғыс айтамын. Біріншіден, мынау орталықтың сол ойдағыдай ары қарай жұмыс жасап кетуіне, ары қарай қазақтану, ұлттану, адамтану үшін қызмет ететін орталыққа айналуына тілектеспін. Және осы мынау ашылып отырған Әбіш әлемі журналы да сол қасиетті оқулық болады деп ойлаймын орталыққа. Бауы берік болсын. Әумин. Көштіген өт, көктен Әбіш әлемі, күлдей сөнді, гүлдей солды жарыңы, күлпарша болып, күйрек түсті көгімнен мендік қажап, сұлу шаһар бар еді. Сұлу шаһар, ірге тасыл ағылдан, әйнегіне ай күлкісі жағылған, жүрек мүсін күмбезеді әруе, лүпіліне жұлдыздар кеп шағылған. Көз суарғам, түндің күген шыраға, діл суарғам, нұр мүлгіген тұмаға, ой суарғам, сүңгіп мұрғам мұраға, ай суарғам, таңғырауан ыраға. Сұлулыққа көз суару күнәма, мүлк тұмаға діл суару күнәма. Даналыққа ой суару күнәма, таңғыраға ай суару күнәма. Күнә болса осылардың барлығы маған енді қоныс болмас бұлыра. Құрғап қалды шырын дәмді шыңырау, құлап қалды мың жыл тұрған мұнара. Әбіш көшті, аспан көшіп баратыр, бұлт кеңдеген асқар көшіп баратыр. 40 мың жылдық тастар көшіп баратыр, 40 мың жылдық тастан көшіп баратыр. Қара жұрттың әрі көшіп баратыр, жаңа жұрттың сәні көшіп баратыр. Қара бұлттың кәрі көшіп баратыр, сана бұлттың ары көшіп баратыр. Саналықтың соң көшіп баратыр, даналықтың дәні көшіп баратыр. Бәрі көшіп баратыр. Жарық оның мәңгі сөнбес шәреді, өшірген кім, көшірген кім аланы, қайта көктеп шығалар ма япырмай, қарға түскен даналықтың бәнегі. Көз кезеген, сөз безеген тас сыбап бұл қайғымды қабылдар ма мас бірақ, қара жүрек шаһарымды қиратқан көл көрсіме кірпігіңе жас жылап. Хакім кірер патша жайға кірсем деп, ақын кірер ақ сарайға кірсем деп, жүрген сорлы көз жасына кім сенбек. Шаһарымның қирандысын күзетіп маңдайдан мұз, табанымнан сыз өтіп өлесің сен, өлесіне ме бүрсің деп. Тасқа толы, насқа толы сақпаның, көзімде тұр тасты қалай атқаның, сезімде тұр насты қалай жаққаның, кешіп жүріп кісәпірлік батпағын, даналыққа құрған қара қақпаның. Қара шобыр жүзіп жүрген баққа мың, қара тобыр сыртындағы қақпаның. Шаһарымның құнын алам мен сенен, күтпеймін мен мақшар таң атқаным. Менің таңым атып қалды илахи, кімнен көрдің күнді қолмен жаққан. Тақ қоршаған не ары жоқ не беті, уа үріп қал жендеттіктің төбеті. Уа сүріп қал көнбек тұтқын дөрекі, уа жүріп қал тұтанғанша көрөті. Иншалла қара жүзің қайғыға бұрсаң да, күйіп бітер шағылысып нұр шамға. Хақ уәдесі сөйлемеймін мен екі, жалғандықтың күні сөніп ақиқат таң атады. Жанды бөлеп құрсанға сағат түнгі болған шақта 12. Ал әзірге не салса да көндік біз, шаһар күйреп шыра болып сөндік біз. Мұз құрсаған тұма болып семдік біз, түн емшегін ыра болып емдік біз. Зұлмат ғасыр болса тағы шер жұтқыз, сенді көріпке жілмейді мендік мұз. Біз Әбіштің тәнін көрге көмбедік, даналықтың дәнін жерге көмдік біз. Ұлы сия, ащы тілді шектемен, топас тұтпен қапас құтты жек көрем. Туар көктен, жуар көктен күн нұра, қанша ғасыр жібімеген ындына тоңды тесіп шығып жатқан бақ көрем.
жар салыңдар осы мендік арманын, қарсы алыңдар даналықтың орманын, жаңғыз дәмнен, жалғыз мәннен көптеген. Ей көкем. Шағамның журналын шығарып жатырған ағам үміт күткен мына балалары, талантты перзенттері Әнуарбек Имағамбет пен Сұлтанбек Құдайберген інілерім міне. Сендерге Құдай қолдарыңа қуат, бойларыңа, ойларыңа қуат берсін.